Ең алдымен қағаз төбесінен 7 және 23 см шегініп, қағаздың екі жағына белгілер қойып, оларды өзара қосамыз. Сол шыққан түзудің біріншісіне 9 см шегініп, екі белгілер қоямыз, ал екінші түзу бойында 2,5 және 3 см өлшеп белгілейміз. Одан кейін нүктелерді бейне жазбада көрсетілгендей өзара қосамыз. Екінші түзуден 6,5 см шегініп, екі нүктені қойып, оларды өзара қосамыз. Сол шыққан түзуден 3 см төмен жататындай тағы бір түзуді сызған кезде А әріпінің сызбасы шығады. Өзімізге кедергі болатын түзулерді өшіріп тастағаннан кейін А әріпінің сызбасын қара түсті қаламмен бастыруға болады. Тағы да керексіз түзулерді өшіреміз. Бізде 3D сурет шығу үшін А әріпінің қабырғаларына 4 см 7 мм, 13 см 2 мм, 9 мм және де 1 см 4 мм-ге белгілер қойып, оны бейне жазбадағыдай А әріпінің ішіндегі бұрыштармен қосамыз. Осы түзулерді қаламмен бастырамыз. Үшті форматындағы А әріпінің сызбасы дайын болған кезде А әріпінің ішін біркелкі сұр түспен бояймыз. Бейне жазбада көрсетілген бөліктерді А әріпінің ішіндегі басқа бөліктерден қарағанда қоюырақ етіп бояймыз. Бізге керекті үшті суреті шығу үшін арнайы бөліктерді штрихтауды бастауға болады. Штрихтап болғаннан кейін А сызбасынан шығып кеткен керексіз заттарды өшіреміз. Ең соңында бізге керекті үшті форматындағы А әріпі шығады.